кальяннан баса алмайтын ғой. Кальян сауна. Толықтай жанып жатыр ғой, бүкіл нәрсе. Дұрыс емес салауатты өмір салтын ұстанып жүрген азаматтың қатарында болдым. Өкпемнің 70% кәдімгідей жоқ болып, бір өлімнің алдынан қалғаным бар. Подкаблучник, ана мынау деген дүниедегі ең қиын нәрсе ол ерте тұру емес. Жарайсыз. Бәрекелді. Осыны құрметті сезінуді сіздерге де Алла бір күні бұйырсын. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум, құрметті өзіңмен күрес YouTube парақшасының барша көрермендері. Біз өзіңмен күрес салауатты өмір салтын ұстанушы тау азаматтары ретінде ең алғашқы подкастымыз, ең алғашқы сұхбатымыз. Енді бүгінгі сұхбатта өздеріңіз көріп жүргендей Жандарбек ағамыз, Жандарбек Жамалбекұлы, бұл кісі Қайнарұлы. Ата Жамалбек атамыз. Белгілі кәсіпкер, мотиватор ағамыз. Қазіргі таңда ат ойлап, жастармен бірге таласып, жастармен бірге жүгіріп, жарысы болсы мотивациясын беріп жүрген ағамыз. Қош келдіңіз. Рахмет. Және белгілі экономист Мақсат Халық мырза. Салауатты өмір салтын ұстанушы бүгін үзбей тауға шыққанына 507 күн болды. 507 күн. Сонымен қатар Руслан Нұрлыбаев. Өзіңмен күрес 398 күн қатарынан тауға шығып жатқан салауатты өмір салтын ұстанушы. Белгілі ғылым докторы, ғалым мырза осында арамызда. Бәрекелді. Бүгінгі таңда енді мотивация және бұл біздің істеп жатқан тірлігіміздің жалпы күнделікті тұрмысымызға қандай әсері бар және оның ғылыми тұстарын айтатын Руслан мырза бар. Және осы сұхбатқа бірден бір себепкер отқан көптеген азаматтардың бізге қойылған сұрақтарына осылай бір еркін форматта жауап берейік деген ұсыныспен бірінші сұхбатымызға себепкер отқан бүгін 365 күн қатарынан тауға шығып отырған Қанық мырза. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жеттіңіз ба ақыры? Тай басып жеттік қой. 365 күндік жеңіс құтты болсын. Рахмет. Қанық мырза, естеріңізге сала кетейік. Бізде мынау өзіңмен күресте жалпы 100 күн, 200 күн, 365 күндіктерге енді бір шабыттандыру ретінде қола, күміс және алтын медальдар береміз. Және сол күнге жігіттердің басын құрап, бір-бірімізге оң энергия сыйлап, жақсы әңгімелер айтамыз. Және сонымен қатар 100 күн, 200 күн, 365 күндіктерде бір адамның миына сыймайтын бір әрекет жасайтын әдетіміз қалыптасқан. Сол сіз нешінші күнде бардыңыз? Неге? 300 күнге туралып бардыңыз ба? Қызылордадан бұл кісі Алматыға велосипедпен 4 күнде аптаған жаздың ыстығында айдап келдіңіз велосипед. Ал енді бүгінгі сұхбатты енді өзіңіз бастап беріңіз. Бисмилля деп. Бисмилля, онда баршаларыңыз қош көрдік, қош келдіңіздер. Осындай ортаға келуіме бірден бір себепші болған. Осындай бірден бір әлеуметтік желі арқылы осы Жандарбек ағамызда, одан кейін Мақсат Халық мырза, одан кейін өзіңмен күрестің басшысы ретінде осы Айжан Батыр, одан кейін бірден ары қарай таныстық болды. Ғалым өзімнің тіке құрдасым Руслан мырза. Міне осындай ортаның ортасында мен өзіме бір жақсы энергия жинап бастадым. Содан кейін де ары қарай бұрынғы шабыттанып дегендей. Негізі тауға шыққаныма бүгін қарасаңыз 365 күн, алға қарасаңыз шыны керек ұзақ уақыт. Бірақ атжаңызға бір қарасаңыз 365 күн шыны керек, өте шықты да, өтті да кетті. Осының ортасында бір 180 күн болғанда мен өзіме бір шабыт алып, осы жаздық энергиямен бір 4 күнде шілденің басында Қызылордадан велосипедпен келген жайымыз бар. Бұның бәрі ортаның арқасы деп ойлаймын. Енді мұндағы бүгінгі мақсатымыз, осы Айжан Батыр өзі айтып кетті ғой. Өзімен күрестің салты бойынша 100 күн, 200, 300 күн, бір жылға толғандарда, негізі өзіміз салтымыз бойынша негізі дастархан жаятымыз. Енді дастархан жаюға да болатын еді. Жалпы жігіттерді де шақыруға болатын еді. Бірақ енді ішеміз, жейміз, ертесінде қалады да. Ол шындық қой енді. Одан соң енді артымызда келе жатқан жастар бар. бір халқымызға үлгі өнеге болсын деп өздеріңізді сол жігіттердің арасына саралап,
халыққа айтары бар деген сияқты ретінде осы қонаққа шақырып бір жақсы сұхбат қалдырайық деген ниеттеміз ғой. Шыны керек. Жақсы, ниетіңізге Алла разы болсын. Көп рахмет. Жандарбек ағамыз білесіздер, енді айтпаса да түсінікті, адамның миына сыймайтын дүниелерді көп жасайды. Енді қазір сұхбат барысында тағы да айта жатарымыз, сондай жаңағы салауатты өмір салты жайында айтатын болсақ, 650 километрді 11 күнде жаздың ең ыстық сынақ уақыттарында елдің бәрі бұл кісі қайтеді екен, жолда алай-олай болмай ма, не болады деп уайымдаған сәттерінде еш тайсалмай 11 күнде Алматы қаласынан Шымкенттегі туған жеріне жаяу жүгіріп барды. Жандарбек аға, ол қалай? Мен енді сізге қарап таң қалам. Жасыңыз кәдімгі 25-тегі жігіттер сияқтысыз. Үнемі тауда қасыңызда айтып 100 метрге де 1 километрге де қалмай жарысып жүресіз. Осы жастардан озуым керек деп өзіңізді үнемі қамшылап жүресіз. Бұл рух қайдан келді өзі? Негізі әр адамның жалпы өмірге деген бір махаббат болады ғой. Өмірден аларым, не алам дейді да. Қаншама кісілерді қарайсың, өмірден бір-біріне салыстырмалы түрде салыстырасын. Мен өзімнің туған жеріме, менің ата-анамның тәрбиесіне, ортама, жалпама қазақ халқының жаңағы мінезіне, мына ақ көңілдігіне бәріне тән ризамын да. Бірақ осыны көре тұра менің өмірімді өзгерткен негізі айтам ғой, барлық жерде айтып жүрем, кітап. Қазақ балдарының әр қайсы кітап оқу керек. Мен өзгершілікке, осындай жалпы өмірге талпынысымызды мына әдеби кітаптар, әсіресе тарихи кітаптар көп әсер берді. Тарихи кітаптарды оқыған уақытта кеше бабаларымыз да кең байтақ даланы қалай қорғады, қалай не бір аласапыра, не бір қиындықтар болды, бәрін тайсалмай мынау жер бетінде қазақ ұлтын сақтап қалып, бүгінге дейін келе жатырмыз ғой. Содан кейін тағы бір менің бойымдағы осынша рух мынау бабаларымыз береді, одан кейін мынау елде қазақ елі қалай біз өзіміз дамыта алмаймыз, неге біздер мықты бола алмаймыз, кеше бабаларымыз сияқты рухты бола алмаймыз деген ойлай түндейді да күніге таңертең тұрамда мына жігіттерді, ер азаматтарды шақырамыз ғой, ерте тұрыңдар, әрекет етіңдер, барлықтарын батырсыңдар, тек қана бізді адастырып жүрген мынау ойын күлкі деймін да, арзан ойын күлкі. Қазір бүкіл ұлт болып кеше ғана мақсат өзіңмен жоба жасап жатырмыз ғой, әлемде ең мықты ұлттың қатарына қосылуға бәрін үгіттеп жатырмыз. Ол үшін ешқандай қиындық жоқ. Бәр ер азамат ерте тұрып, ерте әрекет етіп, ерте жатып, жалпыма қолымнан не келеміз деген әр қайсымызда сұрақ болса, еліме не бере алам, отбасына не бере алам десек, барлық нәрсе елдің бүкіл көпшіліктің қолынан келеді. Мінекей, содан кейін мен дән ризамын. Қаншама Қазақстанның түкпір-түкпірінде ойлы, саналы, мынау өмірге деген мына сөз оғатын, сөз түсінетін жігіттер қазір қатарға қосылып, күннен күнге қатарымыз көбейіп келе жатыр. Бүгін де көріп жатсыңдар ғой, куәгер боласың. Жас жігіттер бірінші күн шығып жатырмыз дейді. Естіп жатырмыз, сіздерді тыңдап жатырмыз. Бірақ намысымыз жібермей, әлгі таңертең тұру дейді да. Мына таңертең тұрған уақытта жігіттер өздеріңіз бар ғой, барлықтарын еңбек етіп жатсыңдар ғой. Қандай әсердеміз, күніге таңертең ерте тұру, тұрақтылық, адамның ең бірінші үлкен әсері бәріміздің бойымыздан таптырмайтын нәрсе ол көңіл күй ғой. Жоғарғы деңгейде болады ғой. Көңіл күй жоғары деңгейде болғаннан кейін, денсаулық орнына қалпына келгеннен кейін адамда өмірде шабыт пайда болады. Не істеймін, не жасай аламын деген. Сондықтан осы жобаны өздерің жан жақты жігіттер қолдап, ары қарай бәріміз осы жобаны ары қарай ілгерілетіп жатқанына мен дән ризамын. Бәрекелді. Осы нәрсені бүкіл ел болып талқылап, ел болсын қолға алатын болсақ, барлық отбасына бақытты болады ғой. Әйтпесе адасып бара жатырмыз да, бірақ қазір адасқан жолдан түзу жол тауып жатқандар жігіттерге, отбасыларына мен жалпы рахметімді айтқым келеді. Бәрекелді. Ал Жандарбек аға дұрыс айтасыз жаңағы. Бұл жобаның негізгі мақсаты әр азаматты жаңа сіз айтқандай таңғы энергия жинау үшін
ол бір күндік қана жеткіліксіз. Үнемі ол нәрсе сіздің бойыңызда болу үшін бірінші тәртіп керек. Сол тәртіпке қойылған осындай өзімен күрес деген жобамыз. Ал сол тәртіпке бағынып келе жатқан, тәртіппен дамып келе жатқан қаншама азаматтар бар. Ал сол азаматтардың басында белгілі экономист жаңа айтқандай Мақсат Халықмырза бүгін 507 күн қатарынан тауда таңертең ерте жаса қазақ деп әр қазақтың жігітін рухтандырып, айқайлап, салқын суға түсіп, өзіңіздің контентіңізде кәдімгідей шақырасыздар адамды, шақырасыз. Осы тәртіп деген тақырыпқа келетін болсақ, тәртіпті қалай түсіндірер едіңіз өзіңіз? Осы Мақсат, мен саған айтып кетейінші, 507 күн бұрын сен қарны бар ғой, 4 бұрышты болатын. Бір адам домбырасын алып алған, мынау қарны түйіп қойып деп домбырамен айтқан уақытта, осы өнер адамдар негізі бар ғой, біраз тек әнге келгенде жақсы да, қазған жағынан не ғой, жаңа түнде жүріп ойын күлкі, бір күн 2 күн қала істейді да, содан кейін қалады шығар деп, мінез бар екен, бәрекелді. Рахмет, жандар. Қалдырмай осы. Негізі осы өзімен күрестің тобында жүрген әр азамат сайдың тасында іріктелген азаматтар негізі. Ең алғаш Мақсат Халықмырзамен шын айтсам 507 күн бұрын танысқам. Ол кезде енді сырттай былай білем, бірақ қатты танымайды екем да. Расымен Жандарбек ағамыз айтқандай, бұл кісінің салмағы үлкен, жаңа домбырасын асып алады, бірақ домбырасын үнемі тастамайтын. Сенбі келеді дағы, жаңағында елдің алдында кішкене әндерін айтып, бәрекелді деп күліп, сондай көңіл жүретін кісі екен. Сосын ойладым, бұл кісі андай депутат ба екен, бұл кісіге жолаудың өзі не шығар деген сияқты. Бірақ енді біз ол кезде 100 қанша күн тауға шығып энергияны сезінгенбіз. Соны бұл кісімен танысуға не болды, жол болды. Содан кейін қарапайым кәдімгі әңгіме айтып кеттік. Сосын айттым, біз айттық жігіттер болып, Мақсат мырза, осындай не бар, біз күніге тауға шығамыз. Ойбай, күніге ма, мен аптасына 1-2 рет қана шығамын. О қалай болады екен деп. Мен айтамын, күніге энергия болады сізде. Негізі режиміңіз дұрыстасаңыз шығуға болады, шығыңызшы деп. Сол күннен бастап қолды берді, ертесі күннен бастап кетті. 507 күн өтті. Нағыз мінездің арқасы ғой, характер бар. Қанша сапарға шығады, жақында Мальдивиға барып келдіңіз. Мальдивида адам негізі жатып ұйықтау керек қой. Мен өзім ойлаймын, мысалы Мальдивиға мені апарса, жақсылап ұйықтар ма едім, теңіздің жағасына түсте тұрып шомылар ма едім. Олай істедік біз. Солай. Қазір айтамыз оны. Менде сапар дедім де, мен жатып ұйықтадым. Бізде достар арасын үзбейміз, және сапар болған кезде сапарға сапар ретінде, үзір ретінде қараймыз. Бірақ сондай күнімді жіберіп алмайын деп, бізде табандылық кестесі шығады осындай. Күнімді жіберіп алмайын деп, Мальдивидада әр күнде таңертең теңіздің жағасында 10 000 адам толтырып, есебін жіберіп жүрді. Мақсат мырза, бұл тәртіп жайлы не айтасыз? Мен тәртіпті неге сізге осы тақырыпты қойып отырмын? Өйткені сапарда да үзбейсіз, үнемі әйтеуір тәртіпке бағынып келе жатқан, 100% бағынып келе жатқан, енді сізді көріп отырмыз. Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін осындай бір тамаша арнаулы подкаст түсіріп отырмыз. Әрине, біреуіміз болмаса, біреуіміздің айтқан сөзіміз сіздерге пайдалы болып қалады деген үміттеміз. Шындығын айту керек, осы ортаның құрылғанына, түзілгеніне өте қуанышты екенін айтқым келеді. Шын мәнінде, егер дәл осы орта болмағанда 507 күнді толтыратын бедім, толтыра алмас бедім, айғайдам деп ойлаймын. Сондықтан осы ортаның жаңағы мықтылығы, бір-бірімізге ерік беруіміз, жігер беруіміз, осы бір-бірімізді қамшылауымыз өте үлкен өзінің әсерін тигізді деп айтуға болады. Айжан бауырымызбен алғаш танысқанымда осы 125 күн деп айтқан есімде. Сонда 125 күн күнде қалай шығасыз десем, күнде шығамын дейді. Ол мүмкін ба деймін ғой, мен басыма сыймай сондай. Бірақ мүмкін екен. Шынында да мінекей өзімізде қалай 500 күнге толтырып қойғанымызды білмей, қалай уақыттың өтіп кеткенін білмей жүрміз. Шын айту керек, біз ойлаймыз күнде ертең өзгереміз, міне жаңа жыл басталды, жаңа жылдан бастаймыз деп сөйтіп жүре береміз. Енді уақыт өте береді. Ал бірақ ол уақытымыз біреуге ұзақ мерзім беріледі, біреуге қысқа. Абай атамыз айтқандай, амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма, біреуге жай, біреуге тез болмай ма дегендей, өміріміз қашанға дейін баратынын біз білмейміз. Бірақ осы саналы ғұмырымызды мындай салауатты өмір салтын ұстану арқылы жүргізсек, бұл енді бұл өмірдің мәні деп білемін. Жандарбек ағамызбен де танысқаныма өте қуаныштымын. Бұл кісі туралы алғашқы танысқан кезімізде астарлы ақиқатқа хабар шығады да, бұл кісінің өзін көрсетпей түсіріп алып, Алатауды
айқайлап шулатып жүрген деп басқа сипатта тарқатады. арыстандай ақырып деп па. Сосын бірақ ол қайта анау қара пиарда дұрыс пиар дейді ғой, енді бір жағынан ол кісіге қайта керісінше жақсы әсер беріп кетті. Біз де айқайлап шықтық мұнда, ол кісі жалғыз емес, біз де айқайлаймыз тауда деп, Алатауда. Иә, мына бар ғой, елдер түсінбей қалуы мүмкін ғой, бұлар күніге тауда шығады, не істейді, бұл жарыс па, неге, не береді дегенде, сондықтан осы нәрсені ашықтап айтып берейінші. Осыны ашып айтып берейік, құрметті достар, бұл тұлғалық даму, өзіңді өзің дамыту. Адам тұлғалық дамиын десе, Абай атамыз оны 3 ауыз сөзбен айтқан. Ол нұрлы ақыл деген, ыстық қайрат деген, жылы жүрек деген. Осы үшеуі адамның қасиеті. Егер осы үшеуі бойыңызда болса, онда сіз адам деген атқа лайықсыз. Ол нұрлы ақыл дегеніміз, Жандарбек ағамыз айтып отырғандай, ол оқу, іздену, кітап оқу, миыңызға жаттығу жасау. Жандарбек ағамызға ризашылығымды айтатыным, 60 жасқа келсе де, қазақ MBA бағдарламасына оқуға түсіп, университетте оқып жатыр. Бұл үлгі, айтқан кезде. Сондықтан әрқайсыңыз оқыңыз, ізденіңіз. Жай ғана бір кітаптың бір бетін оқысаңыз да, ол миыңызға жаттығу, ақылыңыз, ойыңыз, миыңыз нұрланады айтқанда. Және де екіншісі, ол ыстық қайрат дейді. Ыстық қайрат ол қашан келеді? Ыстық қайрат ол физикалық күшпен келеді. Әсіресе қазақтың ер азаматтары диванда жататын уақыт емес. Шындығын айту керек. Біз мықты болуымыз керекпіз. Өйткені біз жауапкершілік арқалауымыз керекпіз. Жауапкершілік қана бізді ер азамат қылады. Жауапкершілік мойныңызға алмасаңыз, онда сіз әлі баласыз, әлі өскен жоқсыз. Сондықтан да отбасыңызға жоқ деген кезде біз отбасымызға жауапкершілік алатын азаматпыз. Сосын барып ағайынға, туысқа, сосын барып елге ертең жауапкершілік алатын азамат болып өсу керекпіз. Сондықтан бұл ыстық қайрат арқылы келеді. Тауға шықпасаңыз да күнде таңда тұрыңыз, қозғалыңыз. Өзіңізге жаңағындай кәдімгідей физикалық тұрғыда жаттығу жасаңыз. Жүгіріңіз, марафон жүгіріңіз керек десеңіз. Әрине, одан кейін нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек. Жылы жүрек ол біздің рухымыз, рухымыздың тазалығы. Біз осы рухтың тазалығын таудан таптық. Тауға келесіз. Тау бұл үлкен, өзіңізбен, жаныңызбен сырласатын, құндылықтарыңызды айқындайтын мекен. Міне осы жерге келсеңіз, суық суға кеп түссеңіз, бойыңыздағы стресс бар, қорқыныш бар, жамандық бар, тіл мен көз бар, тағы да басқан барлығын суық су деген шайып алып кетеді. Табиғатпен міне емделу деген осы. Сондықтан суық сумен достастық, аурумен қоштастық деп айтып жүрміз қазір. Осының барлығына қосатын төртінші, өзімнің айтып жүргенім қазір төртінші бір қасиет, құндылықты қосқым келеді, ол энергия. Энергияңыз бойыңызда күшті болса, міне сол кезде ақша да келеді, энергияға ақша да келеді. Энергияңыз күшті болса, адамдар тартылады бойыңызға. Міне осы бойыңыздағы тасып тұрған энергия адамдарға да қызықты. Сіз қызықты бола бастайсыз. Сондықтан айналып келген кезде осы 4 құндылықты бойыңызға дарытатын болсаңыз, нағыз мықты азамат боласыз. Сізді сол үшін осы өзіңмен күрес ортасына шақырамыз. Болмаса алыста өзге қалада болсаңыз, таңда тұрыңыз. Таңның берекесі бар дейді атам қазақ. Ырысы несібесі бар дейді. Ерте тұрған жігіттің ырысы артық деген. Сондықтан да таңда тұрыңыз, қозғалыңыз, ең болмаса жай ғана қадам жасаңызшы. Осы 504 күндердің ғой, 7 күн, оның алдында қанша ақша дәрі-дәрмекке жұмсады, содан кейін қанша ақша дәрі-дәрмекке жұмсады? Дұрыс айтасыз, Жандарбек аға. Ол жайлы тағы. Жоқ, соны айтып берейін. Қазір тағы да бір сұрақ. Тағы бір тақырып. Өзімен күресте жаңа айтқандай 400 күнге 2 күн қалды. 398 күн тауға шығып жүр. Менің телефонымда контакты бар, осы өзімен күрес жобасына әу бастан қосылып келе жатқан азаматтардың саны 700-ден асып кетті достар. Ал соның арасында қазір тұрақты келе жатқан 40-қа жуық азамат. Біз күнделікті тәртібін қадағалап отырамыз. Ал сол жігіттердің басында атойлап әрбір жігітке мотивациясын беріп, ол бұл жерде бір ғана адамның күші емес. Бізде группада үнемі таңертең тұрдыңдар ма, кеттік деп біреуге қолдау білдіріп, мотивациясын беріп, оған уақыт арнап жүретін азаматтарымыз да бар, белсенді азаматтар деп айтамыз. Руслан мырза, ғалым арамыздағы, біз енді тек қана жаңағы көбінде мынандай ой бар да Жандарбек аға. Бұлардың барлығы ақшасын тауып алған, бизнесін жолға қойған, бұлардың ешқандай жұмыстары жоқ па, бұлар жұмысқа асықпай келеді. Бұлардың ақшалары бар, енді бізге кейін деп өзін кейінге қалдырады да, миын сылтаурады. Бізде әртүрлі жігіттер бар, бізде базарда істейтін жігіттер бар. Мен өзім базардың қасында істеймін мысалға. Өзім енді бастап жатқан товар не бизнеспен айналысам.
әртүрлі саланың азаматтары, және сонымен қатар айттым ғой, белгілі үлкен кәсіпкер ағаларымыз мүлдем уақыттары жоқ, уақыттарын алтынға бергісіз. Экономист кісілер бар, және ғалым мырзалар бар. Ғылым ғой, ғылыммен айналысады, оқумен, иә. Мырзалар да бар. Бұл кісілерді қалай уақыт тауып жүрсіздер? Қалай, Руслан мырза, осындай энергия? Енді бұл тауға шығу негізінде жайдан жай емес қой, қажеттіліктен ғой. Қажеттілік болған кезде біз тауға шықтық. Яғни мен көп уақыт бойы дұрыс емес салауатты өмір салтын ұстанып жүрген азаматтың қатарында болдым. Яғни мен екі кештің ортасында жұмыстан шаршап келем, тамақ ішем, ұйықтап алам, қайтадан түнде тұрам, таңға дейін жұмыс жасаймын, тағы түннің ортасында 6 сағат өткеннен кейін тамақ жегім келеді, тағы жеймін. Сонымен дұрыс емес ұйқы, дұрыс емес жұмыс режимі, осының барлығы әбден 38 жасқа келгенше, яғни күйзеліске ұшырай бастадық. Осы күйзелістің нәтижесінде мен не істеп жүрмін, неге бұлай болып кетті менің өмірім деген мәселелер туындаған кезде маған бір жақсы бір адамдармен таныстым. Ол жақсы бір адам Мақсат Халық деген азамат. Машалла. Сол азамат маған өмірімді өзгертуге себепкер болған азамат. Аллаға сансыз шүкір. Мәкеңмен танысу арқылы мен жаңағы әлеуметтік желіден бақылап отырам, тауда жүреді, қасында бір жасы біраз жасқа келсе де, бірақ 25-тегі жігіттей шауып жүрген бір кісі бар, үлкен кісі. Басқалардың құрдасы сияқты ол кісі. Одан кейін соның бәрін басқарып жүрген Айжантай деген бір мықты жас жігіт. Мен ғой мен. Соның осыларды көрем да мен күнде мотивация аламын. Сосын ары күнде қараймын, Мәкеңнің сторис бірінші шығады, Жандарбек ағаға да, Айжанға да, бәріне подписаны, бірінші шығады, күнде көріп отырамын. Бірақ Алланың сәтін салған бір күні Мәкеңге жазам. Мәкең арқылы, Мәкең айтады, жүрсеңші тауға дейді. Соны өз тілімнен де табамын, өз қалауым да болды. Осылайша мен тауда сіздердің қатарларыңыздан шыға келдім. Тауға келгенде не өзгерді? Тауға келген кезде менің ұйқы режимім, үйдегі даже балаларымның да ұйқы режимі, тамақтану әрекетіміз де андай мұндай сіздер арқылы сіздерден естиміз. Мынандай тамақты дұрыс жеу керек, мына майлы тамақ жемеу керек. Әрбіріңіздің аузыңыздан жақсы сөздерді ести арқылы мен өзіме керегімді ала бастадым. Яғни мен ғылыми тұрғыдан ізденуші адаммын ғой. Мен жақсы жағын іздену арқылы өзіме керегін ала бастадым таудан. Сөйте қара тұра бір жылдың ішінде Аллаға сансыз шүкір керемет сіздерден жақсы нәрселерді үйрендім. Оны мен одан кейін біраз уақыт өте мен сторис сала бермеймін, пост сала бермеймін әлеуметтік желіге. Сосын неге мен ол рақатты өзім ғана татуым керекпін, басқалар да оны көру керек деп сторис салып бастадым. Артымыздан қаншама жастар еріп бастады. Яғни Алланың нығметін күнде таңда мен сезініп жүрмін. Бұл маған осы жасқа келген кезде Алла осындай, осы нығметті, осы сұлулықты көруді маған бұйырды. Сондықтан да мен қазір көрермендерге де жаңа айтқандай, осы нығметті сезінуді сіздерге де Алла бір күні бұйырсын. Сондықтан да бірақ бұйыратын кезде енді адамға бұл жерде тауға шығып жүрген азаматтар туралы айтатын болсам, бұларда мінез бар ғой. Әлихан Бөкейханов ағамыз айтқандай, халыққа қызмет ету білімнен емес мінезден дейді ғой. Бұлар мінезді жігіттер барлығы. Мінезді болғаннан кейін қайтпас мінез, яғни бір сөзді, бір ізді, бір мінезді, текті азаматтар болғаннан кейін бұлар күнде өз талаптарын өзімен өзі күресіп орындайтын азаматтар, өзіңмен күрестің жігіттері. Сондықтан да мен мақтан етем, мен сондай үлкен бір дипломдарым бар болғанымен де мен сондай білімді азаматпын деп айта алмаймын. Мен сіздерден үйренерім көп болып жатыр. Руслан, елде таң қалып отыр ғой. Осы ғылым, білімді адамдардан біз үйренеміз ба десек, білімі жоқ, ғылымы жоқ. Адамның білімділігі аға дипломмен белгіленбейді екен. Адамның білімділігі дипломы бармен белгіленбейді. Ешқашанда осылай көп адамдардың түсінігі осылай қалыптасады. Оның 4 дипломы бар, 3 дипломы бар екен, ол сондай ғылым доктор екен деп. Жоқ. Әр адам өз саласының кәсіби маманы. Сіз өз салаңыздың маманы.
әр адамның өзінің жақсы жақтары болып тұрады. Алла солай жаратып қояды әр адамға. Бірақ біздер мықты психолог, мықты азамат болған кезде ол адамнан жақсы жалғын алуға тырысамыз. Сондықтан да мен сіздерден барынша біліп көріп осы жақсы жақтар. Содан кейін мына ерте тұруда қабілеттер адамда ашыла ма негізі? Тұрақтылық қой енді. Иә, негізі адамның барлық адамда қабілет болады ғой. Керемет қабілет. Сол қабілетін аша алмайды да. Осы таңерте ерте тұру, тұрақтылық бір керемет. Олардың қабілетін ашатын Айжантай деген жігіт бар. Олардың қабілетін. Оны кәдімгідей мықты дисциплинаға тығады оны. Сөйтеді жаңағыдай тұрдың ба, шықтың ба деп әбден. Расында егер Айжан мені тәртіпке салып отырмаса, шықтыңыз ба Руслан аға? Бүттіңіз ба? Бүгін неге сіз көрінбей қалдыңыз деп отырмаса, мен майысып сынып қалуым мүмкін еді бір жерден. Осы жігіттің мені тәртіпке салып, шықтыңыз ба, аға келсеңізші, үйтсеңізші, бүйтсеңізші деген нәтижесінде мен тауға шығып өзім тәртібім, дисциплинаға сала білдім. Яғни үйрендім. Оған кедергі бір адам кедергі аға. Сондықтан да осындай себепкер, то есть. Сондықтан да осы себепкерлік болған жағдайда ғана тәртіп орындайды деп ойлаймын. Бәрекелді. Енді Руслан мырзадан көп ғылыми сұрақтарды әдетте қоямыз, бірақ енді экран алдында көрермендер біле кетсін. Тауға шығып бастаған кезде ауаны зерттей бастадым деген бір сөзіңіз бір кезде маған қатты әсер етеді, сол әлі миымда. Ауаның ішінде нелері бар деген сияқты сіз бір зерттеу жүргіздің деген кезде мен кәдімгі таңғалдым. Ауаны да зерттеуге бола ма? Ол қалай? Ауа таза болса болды емес па деп сөйтіп ойлайтын ғой. Содан кейін Руслан мырза әдейі бір жеткізді. Сол жайлы айтып. Иә, бірде көп адамдар тауға шығып келеді, мысалы. Тауға шығып келеді да айтады, мен бір өзім рахат сезініп қалдым дейді. Тауға шығып едім, кеудем ашылып, тынысым ашылып, рахат сезімге бөлендім мен деп адамдар қайсысы болса да тауға шыққан адамдар осындай сөз айтады. Сосын мен айтамын, мен өзім нанотехнология саласының маманы болғаннан кейін нано бөлшекті, яғни оның -9 дәрежесінде, яғни 0,0000001 дәрежеге дейінгі бөлшектерді зерттейтін азаматпын мен. Сондықтан да зерттеу барысында ауаның осы тау ауасының құрамында не бар деген сұрақтар туындады. Яғни оның құрамында тауда өскен өсімдіктер, тауда өскен дәрілік өсімдіктер, мынау қайыңның болсын, майлары болсын, өсімдіктердің шаң тозаңдары нано размерлі болған кезде ол ұшады. Яғни шаң тозаңдар ұшады. Ұшу арқылы мұрын қуысына кіреді, кіру арқылы сіздің таңауыңыздан өтеді, сізге яғни дәрілік, яғни өкпеңізге, тыныс алу жүйесінің бәріне дәрілік күш болып қуат пайда болады. Яғни сіз соның нәтижесінде бойыңызға қуат аласыз. Ауаны қаншалықты жақсы көп жұтқанға байланысты соншалықты сіз дәріні де бойыңызға жақсы, яғни дәрілік шөптерден пайдаланасыз. Ми жүйесі, тыныс алу жүйесі, стресс, яғни соның барлығына осы тау ауасы пайдалы. Сондықтан да оның барлығы ғылыми тұрғыда ауа пайдалы дегенмен келеді, бірақ ауаның құрамында не бар деген кезде нано пыльцы, яғни нано жаңағы бөлшекті өсімдіктердің бөлшектері бар дегенмен зерттеліп келеді. Сондықтан да осы бөлшектерді сезінуді басқаларды шақырамын. Бәріптері шақырамын. Медеуден қаланы көреміз ғой, қала смог пен қара түтіннің арасындағы. Оның ішінде не бар? Оның ішінде не бар енді оны зерттеу емес, ойлаудың өзі қиын. Сондықтан сіздерге күніге тауға шығуға мүмкіндік болмаса да ара-тұра тауға өздеріңізді тартыңыздар. Тірлік бітпейді ғой ешқашан. Қанық мырза, 365 күн тағы да құтты болсын. 365 күнге жеткенше жігіттер күн санап жүреді. 365 күннен айтады да, уақыт тез өтіп жатыр. Қазір маған анау күннен гөрі сапа маңызды болып тұр деген сияқты көп сондай сөздер естиміз. Сіз бір жыл бұрын дәрі-уколға қатты тәуелді болғаныңыз туралы, денсаулығыңыздың қатты түсіп кеткені туралы, жұмыс пахайт деп жүргеніңіз туралы көп айтасыз. Осы жайлы айтыңызшы, әйтпесе жігіттердің көбісі расымен де жұмыстың артынан кетеді ғой. Иә, үлгеріп жүрсіз ба? Орынды сұрақ, дұрыс айтып отырсың. Енді біздегі осы тауға шығып жатырмыз ғой. 1 жыл болды, 500 күн болды дейді. Просто көбі адамдарда, көрермендерде болсын, жақындарымыз болсын, бір результат күтеді да, бір нәтиже. Не болды сенің бойыңда деген сияқты. Кейде мен туыстарымнан өзімнен сұрай, шыны керек. Айтады, сен что-то ауырып жүрсің ба, арықтап бара жатырсың, мына формаң не дейді да? Қорқады шыны керек. Бір жерің ауырып жатыр ма дейді.
жоқ, осындай таудың арқасы дейді. Шыны керек, мен осы 1 жылдың алды, осы тауға шығып бастайтын алдында ұйқы безі хронический дейді ғой, сол дәрежеге кетіп қалған, бауыр болсын, бүйрек болсын, одан кейін аллергия пайда болған менде. Бір салқын су ішіп қалсам, ангинамен ауырам. Қыстың өзінде, кәдімгі бір айдың өзінде 3-4 системадан алып шығатынмын ғой, шыны керек. Қалай өзіме шешім қабылдадым, бірден суық су қабылдап бастадым. Алдымен енді шыны керек өзім аржанда нәпсі тағы да ойландырып бастайды ғой адамды. Қорқасың, ішкі бір қорқыныш болады. Бірақ тәуекелмен суық суға түстім. О күн өзімде жеңіл сезім пайда болды. Шамалы біраз енді қозғалыс денемде, организмдерде біраз енді әртүрлі өзгерістер пайда болды да. Бірақ 3 күннен кейін бұның нәтижесін сезіп бастадым. Мұрным ашылды. Күніге таңғы астан кейін басым ауырып, енді сондай, өйткені өзім ішкі организм состояниесі түсіп кеткен ғой, шыны керек. Сол аллергиям кетіп бастады. Одан кейін ары қарай жаймен өкпе, таза ауаның, таудың ауасының сіміру арқылы аллергия қарсы иммунитетім күшейді ғой. Содан кейін өкпем ашылып бастады. Әдетте баспалдақтан көтеріліп енді жаңадан бастап жатқан, анда-санда шығатын кісілер біледі ғой енді. Шаршап, шалдық, осылай ырсылдап дегенде осылай шығасыздар ғой. Бірақ осының өзі күннен күнге саты бойынша көтеріліп бастады ғой. Енді бұл жерде енді барлық адамның басында бар. Осыған дейін мен ортам бұзылған. Шыны керек, өйткені мен қасында маңайында көптеген кәсіпте жүрген ортамен жүрдім. Кешкі ұйқы режим бұзылды. 1-2-лерде ұйықтаймыз. Бұл сөздің ұяттығы жоқ, жасырып не істейміз енді, жігіт азаматтарымыз ғой. Кальяннан баса алмайтын ғой. 2 жыл қатарынан күнде кешті кальян бізде. Кеттік па жігіттер, давай бүгін кальян қайда? Осындаймен кеттік ғой. Кальян сауна. Қарап тұрсаң, мына жақта семьяға деген қарым-қатынас, бала-шаға деген қарым-қатынасына мүлдем кетіп бара жатыр. Ал оның арты не болды, кальян арты? Менің бизнестегі бір 60-70 миллионға көтерілген оборотым бірден құлады. 1 жылдың өзінде минусқа кеттік қой. Содан кейін мен ойланып бастадым, мен неден қателік жасадым. Солай арқылы бір психологтарға бардық, содан кейін бір курстар сатып алдық, енді шамасы көмектесті. Ары қарай өзімді реттедім. Бірақ ең соңында өзім шешім қабылдаған осы. Орта, тау, өздеріңіз ғой, шыны керек. Осы 1 жылдағы менің ең жетістігім. Тағы бір нәрсені айтайыншы мен. Бүкіл адамдарда көрікті, әдемі, сұлу болғысы келеді да. Мен осы тауда өздерің сияқты жігіттер тұрақтылықты 1 жыл сақтаған, ямаса 200 күнделікті сақтаған жігіттердің бір реңіне қарап нұр көресің ғой. Қандай нұрлы жігіттер да мынау. Әдемі, сұлу, келбетті. Барлық адам аңсайды ғой, армандайды. Оның сыртынан косметиканы жаға береді, қыз келіншектерді ерте тұратын болса, мынау ерте тұру бұл адамның өмірінің бақыты ма дедім ғой. Осы бақытты неге түсінбейді? Неге адамдар осы нәрсені айтып, олардың түсіну үшін қалай жеткізу керек? Мысалы, Қанық мырза, мынау 100 метрлік жүгіруден алдымызға жан самайды. Алдын айтып отыр, ауырға, шыраға, мана деп. Кім айтады сен ауыр деп? Қандай әдемі, сұлу, сымбатты. Мінекей, жігіттер, қыз келіншектер, тыңдап отырсыңдар, отбасының бақытты болатын болса, өзі керемет, осындай нәтижелерге жетіп жататын болса, энергия болатын болса, қуат болса, барлық өмірдің жақсылығы, барлық өмірдің қымбаты осы болса, таңертең тұрудан болса, неге ұйқыға жеңілеміз? Мен сол нәрсені түсіндім. Неге соны жасамасқа, Соны жасау керек. Жасау керек. Мен айтқандай, 100 күн, 200 күн, 365 күнге біз Сен Айжанның сұлулығың бар ғой, білмеймін енді сен. Көрікті. Қарны мынандай, айтсаңызшы. Жүр ғой, қарындар қабақтай ішіп жейді, орнынан қозғаламайды. Түкті емес қой. көз тиіп қалмасын. Айттым ғой, Қанық мырзаға 6 медаль. Ай, бәрекелді. 365 күн деген өзінің жазуымен 6 медаль. Ал табанды болыңыз, тоқтамаңыз. Сіз жарайсыз. Бәрекелді. Тигр, келіңіз. Ей, бәрекелді. Осылай, достар. Ай, бәрекелді. Ай, тамаша, мінекей.
бұл біреулер үшін медаль жай ғана медаль болуы мүмкін, бірақ 365 күнге жетіп осындай медаль алған азаматтарға бұл басқаша әсер етеді сөзсіз. Бұл енді бір жоба бір 1000 күнде тоқтайды ма, ары қарай кете бере ма, оны неге саналып жатыр бұл? Соны жағынан. Мен аға 656 күнге жеткен кезде бір екпетімнен құладым осы жақында дегенде. Көз тиді ма, сөз тиді ма білмеймін, енді көбісі солай жазып жатыр. Аяғымды аяқ асты ауыртып алдым, ешқандай қайырған да жоқ, ешқандай болған жоқ, просто баса алмай қалдым жай ғана. Енді бірнеше күн тынығу керек болды қазір. Бірақ адамдар айтып жатыр, болды тоқтайсың ба, өзіңді зорықтырма, сен хайп үшін жүрсің ба деген әртүрлі сұрақтар дәл осы кезде келіп жатыр да. Бірақ мүлдем олай емес, мен таусыз шынымен де өмірімді елестете алмаймын. Бұл күрес ешқашан тоқтамайды өлгенше. Шәкәріміз атамыз айтқандай, біреудің мінін тергенше, жамандығын көргенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше дейді. Сол ұстаным біздің ұстанып келе жатқан ұстанымымыз әрдайым, әр азаматқа да. Бұл тоқтау жоқ қой, бұл өлгенше осы жоба. Шәкәрім атамыз айтты, енді ол кісі біліп айтты, бұл өмірімізге ұстанатын бірден бір формула, қағидамыз осы. Барша азаматтарды шақырудан да шаршамаймыз. Енді аға, мынандай не айтқым келеді да, біз тауға шығудың бір несі, энергия жинау. Екіншісі, күнделікті өмірде стресс, адамдардың теріс энергиясы, жаман ойлар, қазіргі әртүрлі сондай не көп. Таза ауада таза ойлар келеді. Бір-бірімізге жақсы энергия болады. Жаңа таза емес ауаны зерттемеген сияқты, о жақтардың көңіл күйге әсер етуі мүлдем теріс басқаша. Қазіргі таңда жігіттердің ашушаңдығы, негативтығы, бір таксиге, қоғамдық көлікке мінсең, адамдарға агрессив танытып жатқаны, бұның барлығы енді шынымен де кейде тіліңді тістейсің үндемей. Бірақ осындай айтамыз, қаншама сіз де айтып жүрсіз, барлығымыз айтып жүрміз. Жақсы ой, жақсы энергия осы тауда келіңіздер, жақсы энергия жинайық деп жүрміз. Бірақ осы салқын су, таза ауа, бірден бір мынау стрессті кетіретіні маған дәлел болған нәрсе. Осыдан 9 ай бұрын бір күні Жандарбек ағамыз біздің өзіңмен күрестің группасына бір видео жібереді. Сол видеоны ашсам, алдында жігіттер менің 6 этаждық үлкен бизнес-центрім толықтай жанып кетті деген видео жібереді. Мәссаған деп енді не істеріміз білмей қалдық енді. Содан кейін енді бар қолымыздан келген Жандарбек аға звондамайын десең тағы болмайсың, звондадым. Ассалаумағалейкум аға, бәрі тыныш па, бізден не көмек керек, не істей аламыз деп енді солай сұрадық. Сіз қайдасыз, не істеу керек деп десем, жанып кетті енді. Қарай алмадым, бірақ таудан келе жатырмын, суға түсіп кішкене стрессімді басып дейді да. Таң қалдым, өзі 1,5 сағат бұрын бизнес-центр жанып кеткен, 1,5 сағаттан кейін тауға келіп, салқын суға келіп, стрессім бірден қайтарып жатыр. Мен білем, бала күнімде мен өзім туған ауылымда бізде қыс уақытында қамыс орып жанбағады адамдар. Үлкен бір қамысты жинайтын Қытай бар еді, мен өзім Қытайда тудым. Сол жерде Қытай үлкен қамыстар жинайды, көктемде жаз шыққан кезде үлкен фабрикаға камаздап алып кетеді. Қазақтардың барлығы қамыс орады да сол жерге өткізеді. Енді қамыстың бизнесі қатты. Бір жылдары бала күнімде есімде, соның қамысы түгел жанып кетті деген естіген. Оның қамысының енді үлкендігі ары басынан бері басына енді ұзақ өте. Үлкен қамысы толық біртінде жанып кеткен. Соны естіген мен өз-өзін асып өлтіріпті деген. Мен енді анаған шыдай алмаған дегенді естігем да. Сол оқиға менің бірден ойыма келді. Қалай ол 6 этаждық здание, қаншама миллиардтаған ақшалар қалай өзін бірден жинап алуға болады деп. Қазір достар, мына видеоны қараңыздаршы, қазір после мынандай 9 айда мынандай дәрежеге жеткіз. Жандарбек ағаның сөзі есімде, мен әлі бұдан да мықты қылып салып шығамын деп өз-өзін қайрап, күнделікті таңертең тауға шығып, ертесте қалдырған жоқ. Жігіттерге ештеңе болмағандай бір қасқыр өзінің жарасын білдірмейді дейді, қақпанға түссе де тауға қарап олып тұрады екен ғой. Осы Жандарбек ағамның мінезінен бір қасқырдың мінезін көрем. Енді бетке мақтаған әдетте ұнатпаймын, бірақ барды айту керек аға. Сіз ондай мақтауға әспенсіп басқаша кететін дәрежеден кетіп қалғансыз. Енді жастарға осы әрекетіңізбен үлгісіз. Қалай осы нәрсені үгіттейсіз? Біз қалай олай болуға болады? Біз әдетте өзі кішкентай нәрсенің өзіне стресске түсіп, комплектке келіп, адамдардың көңілін ауыртып жатамыз.
тәжірибеңізді айтыңызшы. Енді ойлаңдаршы, көзге елестетіңдер да. Менде бизнес центр, ол жерде 30 арендатор бар ғой. Сағат түнгі 3-те оятады, осындай бизнес центр жанып жатыр дейді. Мен ойымда ештеңе жоқ, жанып жатса бір шеті жанып жатқан шығар деймін. Соны көлікке мінем де, қасында жеңгелерің бар, бірге барып қалсақ, толықтай жанып жатыр ғой, бүкіл нәрсе. Мен қарадым да, мен кеттім дедім. Қайттым, неге дедім да, үйге қайттым дедім. Анеде пожар күтір, адам қырғын. Содан кейін жеңгелерің жоқ деді, мен қалам деді, ол қалды. Мен алдында кеттім. Машинамен, көлікпен келе жатым, не істеймін? Іште жаңағы кезде қайнап тұр ғой. Қой. Мен білем ғой, мына стрессті шығаратын су екен. Барайын, суға түсейін дедім. Барам да суға түсем. Сөйтіп суға түсіп, өз-өзім ойым, жоқ. Мен бұны қайтып, бұдан да жақсы қылам, мықты қылам. Ешқандай артқа қарай шегіну жоқ. Ойланғанмен де, қайғырғанмен де, саған келіп кететін ештеңе жоқ. Тек алға. Телге алға ұмтылуым керек. Сол не керек? Ертесіне бәрін ұмыттым. Жаңадан бастау керек, жаңадан істеу керек. Қайрат алдым. Содан кейін айтам ғой, қаншама жігіттер қарызда жүр, стресте жүр, қиындықта жүр, неше түрлі басқа жаман ойлар келеді. Осылардың бәріне құтылуға бола ма? Болады. Психологтан ештеңе керек жоқ. Таңертең тұрда бетің ауған жаққа кете бер деймін ғой. Кете бер, жүре бер. Бар да суға түс. Өзіңді өзің қан айналымы, мына қан айналымы жүйелі дұрыс түзілсе, айналатын болса, адамға ой келеді, сана келеді, энергия пайда болады. Энергия кез келген стрессті жуып шайып шығады ғой. Соны елдер түсіну керек та, ешқандай бұған бір ақша жұмса, біреуге барып емделудің қажеті жоқ. Адам өз-өзін емдейді ғой. Мен қазіргі жағдайда мынандай жағдайға келтірдім. Сол бизнес-центрді бітіріп алдым. Сондықтан артқа бір нәрсе болды ма, артқа алаңдамаңда, артыңа қарама, ойланба. Тек алдыға жүруді, алда жалпама жоспарларында алға ұмтылуды ойлау керек. Сіздің жолыңыз берсін аға бізге. Бір ер азамат өзінің жаңағы қиындықтан шығудың жолдарын өзі салады ғой. Біреуге қазіргі заманда ешкім көмектеспейді. Өзі алып шығу керек. Мен сол оқиғадан кейін мысалы туған туысқандарым бар, бәрі бизнесмен. Біреуінен бір тиын көмек келген жоқ. Мен өзім бітіріп шықтым. Керемет. Алла күш қуат берсін, осы күш қуатыңыздан тайдырмасын аға. Сол оқиғадан кейін Жандарбек ағаны тіпті екі есе әйтпесе бизнесте бүкіл туған туысқандардың бәрін көтердім ғой. Қандай жәрдемдестім, солардың бәрі аяққа тұрды. Мәселен, жылы сөз, ары қарай қаржылай мысалы көмектесуге жағдайлары бар, бірақ ешқайсысы бәрі үндемей жатыр. Не істейсің енді, көп заман солай. Шыны керек достар, сол кезде мен Жәкеңе қарадым, бірақ күнде тауда жүр. Соны Жәкеңнен сұраймын ғой, амандасамыз. Жәке, көңіл күйіңіз қалай, жүрегіңіз қалай, тыныш па деймін да. Қайта сол сұрақ келе береді маған. Не үшін келетінін артынан өзім түсіндім да. Өйткені мен бір болмашы 50-60 миллионға минусқа кеткенім. Жәкеңнің ана 6 этажынан кейін болды дедім ғой. Сен қоя сал болды депші, шыны керек. Ары қарай шыны керек Жәкеңнен мотивация алдық, кейін Жәкең қараса күніге тауда жүреді да, шыны керек. Сол ойлады, ол адамның стресі бір белгілі бір кеткен минустарын ол бір экономикаға, ақшаға тәуелді емес екен. Басты нәрсе осы адам өзіңді өзің жеңу, нәпсің, ары қарай өз ішкі халың екен та, соны түсіндім. Бір-бірімізден үйренеріміз деген осы ортаның пайдасы осы болып тұр ғой бәрімізде. Осы жерде маман ретінде қосып кетейінші, қаржыгер ретінде. Бұл шын айту керек, қазір негізі қарызға кіріп кеткен қазақтың жігіттері аз емес. Және де енді болды, осымен өмірім бітті деп психолог жағалап жүргендер де бар. Шын айту керек, ол психолог жағалаудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Өз өмірің өзің қолыңда. Өзіңді өзің қолға ал. Абай атамыз айтады ғой, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, өнерің мен еңбегің екі жақтап деп. Сондықтан өзіңе сен, шын айтқан кезде ешкім саған бұл жағдайды өзгертпейді, бірақ бір нәрсе анық. Қаржыгер ретінде айтқым келеді, қарызға қаншалықты кірген болсаң, сен соншалықты мүмкіндігің бар. Соншалықты сенің мүмкіндігің бар деген сөз. Сол мүмкіндігіңменен ана қарызды жеңіп шығуға әбден болады. Шын айту керек,
мүмкін сен қазір қарызсың, бір 20 миллионың бар шығар, 30 миллионың бар шығар. Енді ойлаңызшы, Жандарбек ағаның миллиардтық дүниесі жанды да, мысалы өртен. Сондықтан осы жағынан салыстырмалы түрде қарасаң, менің жағдайымда Қанекең айтқандай түкке емес екен ғой деп ойлауға болады да. Сондықтан барлығы өзінің қолында, ешқандай нетпей, депрессияға салынбай, өз өмірін өзің қолға алуға болады. Және де оның бір жолы осы тауға кел, суға түс. Су шын мәнінде стрессті жұлып алады. Тау жоқ жайты. Суға кәдімгідей үй жағдайында да болады. 10 мың адам жүріп келіп, салқын душ немесе 2 шелек суық суды бастан төбеден құйып жіберсе, бұл да бір үлкен бойыңыздағы энергияның пайда болуына, қуаттың пайда болуына септігін тигізеді. Және де таңғы береке. Таңда ол анық береке бар. Өйткені ата-бабамыз айтқан, таңғы ерте тұрған жігіттің ырысы артық, ол бекер емес. Таңда тұр да жай ғана жүр. Басың ауған жаққа қарай жүр деп Жандарбек айтып тұр ғой. Жүру керек жай ғана. Қадам толтырып жүрген кезде, адам деген 20 минут жай ғана отырған кезде миының жұмыс істеуі тоқтай бастайды екен. Отырған кезде. Сондықтан да диванда отырып алып, телевизор қарау деген ол жігітке жатпайтын дүние. Ал екінші дүние, жай ғана тұрып жүрген кезде, 20 минут жүрген кезде адам миында қан құйыла бастайды да жұмыс жасай бастайды. 40 минут жүрген кезде жақсы бір тамаша идеялар, ойлар келе бастайды. 1 сағат жүрген кезіңізде сіз өзіңіздің құндылықтарыңызды нақты анықтап аласыз. Мынау мен үшін маңызды, мен осыған енді фокус қоямын. Іске асыру жолдарын табасыз. Осын іске асырам, болды деп өзіңізге нақты құндылықтарыңызды айқындап аласыз. Сол арқылы өмірлік шешімдеріңізді бекітесіз, нақты шешім қабылдау дәрежеңіз өседі. Яғни шешім қабылдау ол жауапкершілік алу. Ер азаматтық бойыңыздағы жаңа қуатыңыз артады. Сондықтан да мінекей жай ғана тұру керек, жүру керек. Болды. Сол тамаша идеяларды алып келеді, өзіңізді алға қарай дамытады. Болды. Сол бары сол. Бары сол. Ал құрметті көрермендер, азаматтар, жалпы өзімен күрестің ортасында көп дүние алатын азаматтар өте көп. Әне сол азаматтар осы қасымызда отыр. Мен өзім жеке басым әр азаматты жеке-жеке айтсам, енді таң атар Мақсат мырзадан ұстамдылықты үйрендім. Мінезді қалай басқаруды үйрендім. Үйренген дүниелер көп. Руслан мырзадан қандай адаммен дұрыс сөйлесуді. Руслан мырзамен жақында Мұхтар Шаханов атамызбен, Руслан мырзаның себепкерлігімен кезігіп, сол кісінің ақ батасын алып, сол кісіге әнімді айтып беріп, бірнеше азаматтар кезігіп қайттық. Мұхтар Шаханов атамыздың Руслан Шындық деген ат бергені бар. Өзінің бір керемет алаш арыстарын сөздерін, әдетте бізде мынандай сұхбаттан сырт көлікте кетіп бара жатқанда алаштықтардың сөзін, бір өзіне тән керемет бір мінез бар. Руслан мырза, жалпы бұл ұстаным таудан кейін бе, әлде сізде өзіңізде бұрыннан бар ма? Осы қалай өзіңізге? Негізінде тауға келіп рухтанасың ғой бәрі бірде. Ол өз бойыңда жаңа қазақпын, мен отаныма жауапты азаматпын деп өсіп келе жатырмыз ғой, Аллаға шүкір. Атадан берілген, ұстаздан берілген қасиеттер бар. Бірақ тауға келген кезде басқаша рух алады екенсің да. Мынау тұрған табиғатқа, мынау тұрған әлемге, жерге, қазақтың жеріне мен жауаптымын деген сөз бойыңда туындаған кезде, сол үлкен жауапкершілік алаштың арыстары есіңе түседі. Қазақ үшін тер төккен, қан төккен, жанын қиған жандардың барлығы көз алдыңа келеді. Сонда сенде мен елдің ертеңіне жауаптымын, сондықтан да мен қалай жатуым керекпін, мен қалай ұйықтап жатам, мен қалай бос болам, мен мықты болуым керекпін деп қалыптасу ойлары пайда болады екен. Сондықтан да оған бірден бір себепкер тау. Міне Русланның осы сөзі түнде жүретін жігіттерге сабақ болу керек. Түнде не істеп жүрсін, мына жігіттер қазіргі уақытта не істеп жатыр. Осы әңгімеден бір қорытынды шығарыңдар. Мен осында қосып кете берейін, рұқсат болса. Шындығын айту керек, ғылыми тұрғыдан дәлелденген деп жаңа Рәкеңнің айтып жатқаны бар ғой. Су осы жерде ауа қалай адам денсаулығына пайдалы болатын, және де судың пайдалылығы да өз алдына. Егер де осы жерде ағып жатқан бұлақтардан су дәмін татсаңыз, өткенде де ғалымдармен кездесіп жатырмыз, оның ішінде өте көп микроэлементтердің қаншама адам ағзасына қажетті көптеген жаңағы нақты пайдалы жақтары, пайдалы келтіретін, пайдасын келтіретін құрамында өте көп пайдалы заттардың бар екендігі айтылуда. Сондықтан да бұл да бір керемет.
өзіңізге тиген пайдасын айтыңызшы Мәке. иә мұздан еріген су деп айтады, жаңағы талай вода деп айтады орыстар. Сондықтан ішу керек біз. Тірі су. Тірі су ол кәдімгі энергия. Және одан кейін тағы бір маңызды мәселе, мен өзім жара болатын үстімде, псориаз дейтін жара шыққан. Ол жара менде мынау ковидта қатты ауырдым, өкпемнің 70% кәдімгідей жоқ болып, бір өлімнің алдынан қалғаным бар. Енді көретін күнім бар екен дедім сол кезде, бірақ ол кезде де ковидтан бір емделген кезде біз ауруханада жаттық. Қалай емделдік деген кезде біз қалай есімізді жинап тұрдық, сол кезден бастап бізді жүргізе берді. Қозғалыс, сөйтіп біз жаңағы аурудан да емделіп шыққан едік. Сонда кейбір адамдар ковидпен ауырып қалса да, жаңағы больницаға барып жатпай, жай ғана қозғалып тауға шығып емделгендер де бар. Осы мәселені айтқым келеді. Одан кейін мен сол ковидтан кейін басымда бір кішкентай жара пайда болды. Ол бүкіл денеме тарқады. Оң иығымда, сол иығымда, арқамда бәрі қап-қара жара болды. Түнде қышиды, оны қасық қоясың, қанайды. Жаңағы таңертең тұрғанда төсегің қан жоса болады. Міне сондай кезде оң иығыммен де жата алмаймын, сол иығыммен де жата алмаймын, арқаммен де жата алмаймын, ұйқым қашқан. Сондай болып жүрген кезде мінекей тауға келдім де, тауға келіп, осы ортаға қосылып, салқын суға түсе бастадық. Осының барлығы жиынтықты келіп, иммунитетімді жақсартты. Бір күні Айжан бауырымыз айтады, Мақсатаға қараңызшы, жараңыз кетіп жатыр дейді. Қойшы деймін, үйге келіп қарасам, шынымен де жаралардың кетіп жатқанын көрдім. Сосын бір нәрсені түсіндім, егер де Құдай Тағала маған осындай емделудің жолын беріп тұрса, және мен оны пайдаланбасам, онда Құдайдың маған берген денсаулығына мен қиянат жасаймын ғой деп. Қазір жоқ иә ол. Қазір жоқ, 6 ай деген кезде жаңа жарадан түк қалған жоқ, бәрі тап-таза. Оған дейін қанша ақша жұмсады, сол қазір тауға шыққаннан бері дәрі-дәрмек ақша жұмсайсыз ба сондай? Оған дейін миллиондар кетті, шын Жандарбек аға, шын. Қанша адамның кеңесі енді көп қой, оны білет сұрайды, маңдайыма дейін жара шығып кеткен, оны менің ана танысым бар, анандай дәрілер алады екен, сөйтеді, мына дәріні көр, ана дәріні ішіп көр, Қытайдан да бір дәрілер алып жақтық та. Осы жердегі қаншама дерматологтарға барып, олардан да неше түрлі дәріні алып, жағып, іштік те, қаншама ақша кетті енді. Ал енді сонда былай қарасам, жай ғана өзіңді өзің қолға алып, қозғалысқа түсіп, тауға келіп, суық суға түсу арқылы да емделуге болатынына көзім жетті. Және дәрі-дәрмек жоқ па? Қазір сатып алып ана ма? Ешқандай дәрі-дәрмек жоқ. Және де ең қызығы, мен өзім жаңағы суыққа өте төзімсіз едім негізінде. Әйтеуір бір қыста, тоңғақ, бір қыста тұмауратып, апталап температура болып жатып қалатын кездерім көп болатын. Мысалға, күзде бір ауыратын, қыста 2 ауыратын, көктемге дейін дегенде. Суға түсу жай қорқыныш деген бос әңгіме ғой негізі. Бос әңгіме. Енді осы суға түсу арқылы, осында шынығу арқылы, қазір міне осы 500 қанша күн болды. Тұмау бір келгендей болады, мұрнымыз пышылдап, тамағымыз сәл ауыра бастаса, суық суға жүгіріп кеп түсеміз. Келесі күні түк болмағандай жазылып шыға келеміз. Иә, бәрекелді. Неше түрлі звездалар жүр ғой, анау. Псориаз, экзема деп қолын бүйтеді, бір соңында бір осындайдан нетіп жүрсіз бе? Ал мына дәрі дейді, бір дәріні көрсетеді. Оны жаңағыдай подробный басып кіріп қалатын болсаң, 50 қанша мың, 60 қанша мыңға бір капсуласын өзің сатып. Ер қуаты деген бар. Иә, неше түрлі. Енді адамдардың бәрі жеңіл жол іздейді де, бір ішіп жатып алып қозғалмай емдегісі келіп, ол бос сияқты ғой негізі. Ер қуаты деген дәрі бар екен аға. Аға, ер қуаты деген дәрі бар екен. Ол еркектердің жаңа потенциясын жақсартады екен. А сіз енді айтасыз ғой үнемі, бұның не керегі бар оның? Мен 25-тегі жігіт деймін деп. Айтсыңызшы аға. Мына подкаст толықтай жаңағыдай дәрігерлерге, өзінің өнімін сатып жүрген, жаңа псориаздың дәрісін сатып жүрген кісілерге точно ұнамайды. Бұған қарсы бір жаңағыдай суға түсу зиян бірдеңе деген подкаст түсіру мүмкін осыдан кейін. Енді Мақсат мырза ең баста тауға шығып жүрген кезде ұялып суға түсуге сөйтіп солай артып, полный қызарып жүретін. Қазір мүлдем керемет до после бізде контент бар, қарап шықсаңыздар болады. Енді судың пайдасы, зияны туралы біреулер суға келіп алып сұрап жатады. Бірден түскен дұрыс па, басты малған дұрыс па, суға қалай түскен дұрыс, ақырын түскен дұрыс па, басында бір қолымды жуып, кейбіреулер ақырын мен денемді үйретіп алайын дейді, қолын жуып кетеді, болмаса тізесіне дейін алып шығып кетеді, осы жетеді дейді.
Ал Жандарбек келесіз да басымен секіре саласыз. Үнемі осы 3 жыл болды салауатты өмір салтын ұстанып таңертең тұрып әдебін жүргеніңізге. айтыңызшы. Иә. Осы судың несі туралы бір Иә. қысқа Көбінесе егер ер жігіт болатын болса, егер бізде жүрек болатын болса, мен айтар едім, суға келіп бір дайындықтың, ямасы теріліп тұрған уақытта түсуге боламын да әртүрлі сұрақтар бар да, ештеңенің ойлаудың да керегі жоқ. Біздер енді бірінші кезде түскен уақытта, шыққан уақытта бір 5 секунд қой, түстің, шықтың. Бұл 5 секундқа не болады деймін да? денең үйреніп кетеді. Иә, денең үйренеді. Ештеңе, о жерде ең басты бір нәрсені қағиданы сақтау керек. Егер терілеп тұрсаң, жаныңда құрғақ киім болу керек та. Иә, аяғыңа сүртінетін сүлгі болу керек. Соң суға кірдің, шықтың, бірден су күйінше киіне салмаңдар. Асықпай. Иә, асықпаңдар. Жақсылап сүртіңдер, дене Құрғасын. иә, шешінген уақытта тоңбайды. Жаңағы судан шыққаннан кейін жаңағы асықпай денені кептіріп, құрғасын дене. Сонан кейін барып құрғақ киім киіп алсыңдар, болды ғой, бітті ғой. Сонан кейін сезесіңдер, аяғың жерге тимейді, керемет әсер аласың. Сонан кейін біздердің айтатынымыз бір 5 секунд, 10 секундқа ештеңе етпейді ғой. Сонан кейін күні бойы жылы жүріңдер. Одан кейін біз айтпаймыз, жеңіл киіндер, киімді салқын дене үйренеді деп ештеңе айтпаймыз. Мен суға түсем, шығам, сонан күні бойы жылымды, денемді жылыстаймын. Болды. Бар сыры осы. Мен бір сұрақ қояйыншы одан. Мынау құрдасым Қызылордадан қанша километр ол жерден арамыз? 1200. 1200 шақырымды велосипедпен жүріп 4 күнді жүріп келе салу деген, ол деген Өте ыстық күн. мен миыма сия бермейтін дүние да. Сол не түрткі болды сонша жерден келуге? Мен соны сұрақ қойғым келеді үнемі сізге. Себеп не ол сонша жерде? Енді бұл жерде себебі әртүрлі. Енді соған бір 3 түрлі әсері бар да. Бірінші бала күнгі арман 18 жасында бір 500 шақырымды бағындырғам да. Одан кейін ол қалды, үйлендік, оқыдық деген сияқты сонымен қалды, жұмыс болды. Кейін осы таудың арқасы ғой, екінші ең көмектескен. 180 күнде тауға шықтық. Сол армандар ішкі энергия оянды, ары қарайға бір Жакең айтпақшы да, 60-та болсам да 25-темін дейді ғой, енді 40-та болсам 20-ға түстім ғой қайтадан мен. Сол энергиямен кеттім ғой, мен шыны керек. Енді айтшы, кальянменен отыратын жігіттер қазір түнімен. Сен кальянда отырдың ғой. Егер сол жолмен жүргенде кім болар едің, қазір қандай? Екеуінің айырмашылығы бар ма? Жігіттерге кеңес айтшы, түнімен жүріп кальян шегетіндер көп қой қазір. Мода болып кетті ғой. Иә, енді осы подкастымызда да басты мақсаты сол сондай ортадағыларға себепкер ретінде. Мысалы, біреуге енді бір тәрбие Оны сен қызық деп жүрдің ғой, қызық бар ма? Жоқ, одан ешқандай қызық жоқ. Қазіргі қызық па, ема сол кездегі қызық па? Енді сол кездегі қызық болды ғой, шыны керек. Бірақ одан әлі де айырыла алмайтындай дәреже кетіп қалды ғой негізі. Әлі орта бар сондай. Менің енді бірден бір ол ортаға түсуімде ортаның дұрыс болмағандығы ғой. Осындай бір өзімен бизнесте жүргендер болсын, енді сол ол бір уақытша нәрсе ғой, былайша айтқанда. Темекі, кальян, бір уақытша көңіл көтеру нәрсе. Кешкі бір стрессіңді, кештегі бір шаршаған, жұмыстан кейін соны басу, еркексің ба, давай шық деген сияқты ғой қазір. Онда қатыннан қорықсаң, үйіңде жата бер деген сияқты ғой. Сол жүрісте жүргенде не болар ең? Енді ол жүрісте жүрсем, білмеймін енді. Анандай өзімнің ішкі организмдерін уже шаршаған, енді кальянды даканса осы тағы да тұтынғанымды білмеймін. Кальянчик деген аты. Қандай кальян көп шегуші едіңіз десе басқа сұрақ қойып кетсеңдер. Ол жерде талдайтын болғасын ғой. Қандай кальян бар, мынандай деген сияқты әртүрлі кетті ғой сол. Білмеймін енді ол экономикаға да болсын, қалтаңа болсын, сенің өміріңе ол шыны керек. Өз өмірін балта шабылады ғой. Иә, өміріңе балта шабылады. Енді Аллаға шүкір, сондай жақтан бір белгілі себептермен ортаға шыққаныма қуанамын да. Бірақ мен ескертем. Оны аңсамайсың ба, оны Жоқ, мүлдем таштадым. Жоқ, оны шешім қабылдадым. Жоқ, қызық қой, сондай бір қызықты тағы жасаған келеді ғой. Қанекең жақында айтады да маған ешкім айтпа дейді, бірақ 365 күнге орай Астанадан Алматыға жаяу келсем деп тұрмын дейді. Мен айттым, ей тоқтатыңыз, ауа райы қазір суық біріншіден, одан кейін сізге буындарыңызды, аяқтарыңызды толықтай қарату керек, ол жерге ұра салуға болмайды десем, енді әрең тоқтаттым бұл кісіні. Тексерілгеннен кейін бар мамандар айтқан екен, кішкене
оған дайындалу керек, одан кейін ауа райы қарау керек деп. Бірақ енді болашақта жоспарыңыз да бар ғой Астанадан Алматыға. Иә, Бірге ма? бір жылдық энергиямен қазір енді соны жоспарлағам негізі. Алдыңғы айдың 25-інде жолға шығатын болғам. Бірақ ауа райын алдын ала бір ай бұрын зерттедім, қарадым, кімдермен жүру керек деген сияқты. Енді бұрынғы өткен жаздағы тәжірибем бар ғой. Осы Айжан Батырға бір ауыз айтқам. Осыны басып өткім, осындай тағы бір өзіме мақсат қойсам, арман қойсам деп. Өйткені мен енді шыны керек, жас кезімнен бастап жұмыстың адамында мен қаншалықты көп жұмыс жасап өзімді қинаған сайын мен рахаттанамын шыны керек. Осы ортаға келгеннен бастап жаздағы тәуекелдігі сол ғой, мен өзімді қинап, нәпсімді жеңіп, өз тәніңді қинағаным кезде сондай нәрсеге бара аласың да. Енді алда жоспар да бар. Бірақ мен жаздың бір ыстық кезін көрдім да, енді жаздық уақыттың. Енді мен қысқа жоспарлап отырмын. Ол енді бір соқыр тәуекелдік деген нәрсе емес, енді ол жай адам бірден-бірде ол 1200 шақырымға жүгіре салу қиын ғой. Мысалы, Жәкеңдердің өзі 1 жыл, 2 жыл жүрді, соны орындай алды. Енді мен ол көзім жетіп тұр, енді Алла қаласа, жүрек қағысы, аяқ шағысы дейді. Дұрыс емес, басқаша ойлайтын негізінде. Достар, енді оны да іске асырамыз. Оның енді түпкі мақсаты, біз енді тәжірибелі бір спортшы емеспіз шыны керек, осы өзіңмен күрес ортасы. Біз осындай тауға шығудың арқасында, суды қабылдау арқасында, тұрақтылықтың арқасында осыған айтқыңыз келген сол. Осы айтқым келген осы да, әрбір қазақ жастары болсын келе жатқан, әрбір қазақтың жастары, өсіп келе жатқан жастарына спортты дамытатын осындай орталарға бір мотивация ретінде енді. Жасымыз 40-қа болса да жүруге болады. Бірақ алда жоспарда бар енді. Әркім өзінің рухын әртүрлі шыңдайды. Біреулер тауға шығып альпинист болып шыңдайды. Біреулер ұзақ марафон жүгіріп шыңдайды. Біреулер тек көкпар ойнаса рухы шыңдалады. Біреулер футболға барса рухы шыңдалады. Біреулер бассейн, біреулер тренажерный зал. Сол сияқты тау азаматтарында мынандай қиялдарын біреулердің түсінбейтіні де ол белгілі дүние. Енді осы 398 күн бойы үздіксіз араға күн салмай тауға шығып, бір күн қалып қалмауға, кейде бір зергіншті күндер болады, неше түрлі аяз күндер болады, жел күндер болады, ыңғайсыз шыққың келмеген күндер болады. Бір күн қалдырмауға не себеп бірден? Руслан мырза, өзіңізге сұрақ. Не себеп дегенде, Алланың берген нығметін қалайбыз? Бір күн болса да демалып қаламыз біз. Қалай ойланады? Бір күні бір кісі айтады, мынау деген дұрыс емес дүние дейді да. Сендер арасында бір демалу керексіңдер дейді. Олимпийский спортсмендердің өздері аптасына демалатын күндері болады дейді. Мен айтам, сіз қызық нәрсе айтасыз деймін да. Кім айтты біз жұмыс істеп жүр деп, или өзімізді қинап жүр деп. Біз әрбір күніміз демалыс қой деймін да мен. Тауға шыққан әрбір күніміз демалыстар мынандай ой ғой. Ұйқы ол демалыс деп біледі да. солай. Сол Кальянға. Жоқ, ұйқы. Таңертең сияқты. Яблочник алайын шегеді. Шынымен біздіңгі демалыс қой, керемет демалыс. Таңертең тұрасың, жүресің. Біз жүгіріп жүрген жоқпыз ғой, былай жүріп, сөйлесіп, мынандай ортада керемет. Сондықтан да біздің әрбір күніміз ол ешқандай да бір өзіңді қинау емес, әбден өзіңді бір сабау емес бұл жерде. Әр күні рахат алу. Осы рахат үшін қалай мен бір күн ұйықтап, тауға шықпай, үй жақта жатып қалам мен. Мен сол рахатты алу үшін кетіп бартқан кездегі, мен жаңада жігіттерге айтып жатырмын да, тауға шығасың, қайтып бартқан кезде бір 300 әскерді жауды қиратып салғандай күйде бүйтіп талтаңдап кетіп бара жатасың. Ол деген не сезім екен айтайын ба? Ол өзіңнің 300 мықты нәпсіңді жеңіп келе жатқаның ғой ол. Енді мысалы осында көрермендер отыр да, мысалы мен сендер сияқты, дәл төртеуің сияқты күнде тұрмаймын мен. Рас айтам, арасында бір 15-20 күнде бір күн шықпай қалам. Енді болады ғой. Жоқ, мен бірақ 6-дан кейін ұйықтаған емеспін. 6-ға дейін тұрамын да, жайлы кітап оқимын, арасында шықпаймын. Сөйтем да ойлаймын, енді мен не ұттым деймін да, үйде отырмын да, содан кейін сұрақ болады. Шынымен кеше қуанып, күліп, әдемі болып жүріп, бүгін енді сүмірейе, бүгін жүресіз, сол энергия жоқ. Сол ертесі тағы жатқың келеді, бірақ тұрып кетесің да. Айтып-айтпай немене, құрметті көрермендер, сезіну керек бұны. Оны өздеріңіз бойларыңыздан өткізіп сезінбейінше ештеңені түсіне алмайсыздар. Бұлар бір қияли әңгіме айтып отыру да мүмкін сияқты болып көрінеді. Бірақ оны сезінген кезде
мә мынау не деген Алланың нығметі деп рахатқа келеді. Руслан, оны бар ғой, бір жігіт, екі жігіт айтатын болса, сенбейсің да. Қазір 40 жігіт, 50 жігіт, 100 жігіт дәлелдей алады да. Кереметтігіне, мына денсаулықтың мықтылығына, дәрі-дәрмектен мүлде тұтынбаушылықта, мына өз өмірін дұрыс жолға қойғанына, өзін бақытты сезінуге, мықты болғанына, неге соны халыққа тыңдап соны істемеске деймін да, өздерінің бақытын неге ұзата береді? Керісінше жақындатудың жолы өзін жігіттер болса қиыншылыққа салады да өзін бақытты жақындатады. Болмаса сол бақытсызға ұшырайды. Ай бәрекелді. Әркім өмірді әртүрлі ойлайды. Ойлауларымыз өзгерді. Қанша осы тауда өзімізбен күресіп жүріп, дұрыс жағына әрине. Жақында Мақсат мырза маған бір жақсы бір инсайт айтты. Кім құндылықты қандай жерге қойса дейді, адам сол жерге жетеді дейді. Мысалға, біреу мен осы тауға салмақ тастап, тауға шықсам салмақ тастаймын деген мақсатпен шықса, қашан салмақ тастайды, сол кезде тоқтатады дейді оны. Біреулер құндылықты, мысалға, Руслан мырза әдемі өзіне тауда әдемі қойып алған. Мен осындай рахаттан қалай бас тартамын дейді. Өзіне бір ауырлық салмаған, немесе мен бір 2 жылдай шығып көрейін деп те бір ауыр нәрсе айтпаған, жай ғана жеңіл нәрсе, мен мынандай рахаттан қалай бас тартамын. Жеңіл миға да өзіне сондай құндылық қойған екен. Мақсат мырза, осы салауатты өмір салтын ұстана келе өзіңіздің білмейтін тұстарыңызға да курстарға қатысып жүрмін деп жақында бір естіп қалдым. Соң ойлаймын, Мәкең курстарға қатысқан қалай болды екен, бұл кісі енді білімі жетеді емес па десем, сөйтіп сұрақ қойсам, бұл кісі айтады, қашан білем дейсің, сол кезде тоқтайсың ғой деп. Өткенде біз енді көп әңгімелесеміз ғой. Қандай курсқа қатысып жүрсіз? Қандай инсайттар айтасыз? Жақсы. Шын айту керек, әрине тұлғалық даму ол үнемі өзіңді дамытып отыру. Жаңағы егер сіз жаңа 3 құндылықты байқап алдық қой, демек біз миымызды үнемі жаттықтырып отыру керекпіз. Егер миымызды жаттықтырмасақ, онда біз кері кетеміз. Тура сол сияқты біз өзіміздің жанымызды, рухымызды жандандырып отыру керекпіз. Жаңағы имандылыққа бой ұрып, жақсы рухани әңгіме тыңдап, арасында сондай кітаптар оқып дегендей. Я болмаса осылай тауға шығып, бойыңды, рухыңды тазалау, осы да бізге өте қажет дүние екен. Бір күн тоқтаттыңыз ба, онда рухыңызда кірлене бастайды. Жүрегіңіз тот басылады дегендей осындай. Одан кейін және ыстық қайратыңыз, ерік жігеріңіз, физикалық тұрғыда осы ер азамат болып туылдыңыз ба, оны артық салмақпен, маймен толтырғанша, оданша салауатты өмір салтын ұстанып, кішкене болса да физикаңызды реттеп, қозғалысқа түсіп, бұл да өте қажет дүниелер екен. Қашан тоқтадыңыз, болды, артық салмақ жиналады бойыңызға, кетті, кері қарай домалайсыз. Сондықтан үнемі дамыту өте маңызды. Қазір енді өте көп мен ізденгенді жақсы көрем, осындай білетін азаматтар болса қастарына отырып бір чай ішкенді жақсы көрем, арнайы бір жақсы бір курстар болса, немесе жақсы кітаптар болса, міндетті түрде оқуға ұмтылыс жасаймын. Ол осы керек екен, осы ізденісіміз, ұмтылысымыз бізді әрқашан дамытады. Адам деген атқа лайықты болып қалуымызға өзінің септігін тигізеді. Қазір осы жақында ғана Азамат Ысқақов деген бауырымыз бар, сол Азамат Ысқақов Prime дейтін курсын қатысып шықтым. Ондағы мақсатым ол азаматтың да өзгеріп жатқанын байқап жүрмін. Кәдімгідей үнемі оны айтатын да таңда тұру, таңда қозғалыс жасау, ұйқыны реттеу, тамағыңды дұрыстап жеу деген дүниелер айтылады да. Бұл айтқан кезде бұның барлығы өмірдің салты, сосын оны да үйреніп тұруымыз керекпіз. Бәріміз бір-бірімізге білім берушіміз. Бәріміз бір-бірімізден үнемі бір жақсы қасиет болса, соны алуға тырысу керекпіз. Сол кезде біз дамимыз, сол кезде өсеміз. Сондықтан да осында отырған, тыңдап отырған азаматтар, сіздерге де айтарым, үнемі өзіңізді дамытуға әрекет жасаңызшы. Сонда сіз өзіңіз өзгергеніңізге көзіңіз жетеді. Бір жылда адам қатты өзгеріске, мысалға кейбір адамдар мотивацияға нетіп алады да, әбден тез өзгергісі келеді, тез дереу арада салмақ тастағысы келеді. Бірақ ол 1-2 айдан кейін мотивация өшкеннен кейін болды, бітеді, тоқтайды. Сондықтан да бұл жерде тәртіп пен тұрақтылық өте маңызды. Аз ғантай болса да бір күнде аз ғана, бірақ бір қадам алдыға, аз ғана болса да аз-аздан үзіліссіз кішкене бір қадам алдыға. Тиісінше бір күнде кішкене бір қадам өзгерсеңіз, сіз бір жылда қаншама өзгересіз, ойлаңызшы. Нақты ғалымдардың зерттеуі көрсеткен екен, егер аз ғана күнделікті таңда тұрып қозғалыс жасауыңыздың өзі сізді бір жылда кәдімгідей 37%-ға дейін өзгертеді. 37%-ға дейін бір жылда. Ал енді ойлаңыз, тура 2 жыл сіз соны қайталасаңыз, сіз 70%-ға өзгеретін адамсыз.
жыл қайталасаңыз 3 жылда сіз адам танымастай 100%-ға трансформацияланған жаңа адам болып шығасыз. Сондықтан да құрметті көрермен, 5 жыл бәрімізге болса да айтарым, сондай болады ма? бізге қазір 500 күннен асты, ол бір жарты жылда ғанамыз деп ойлаймын. Бұл өмір салты болу керек. Бізге қазір сол ойлайтынымыз сол қашанға дейін барасыңдар деп айтатын азаматтарға бұл өмір салты болу. Біз қазір бір нәрсеге көзіміз анық жетті, таңда тұру керек екен. Таңда тұру үшін ерте жату керек екен. Ерте жатсаңыз ұйқыңыз қанады. Дұрыс ұйқы туралы Дұрыс ұйықтайсыз. Дұрыс ұйықтасаңыз бұл сіздің бүкіл организміңіз, өзіңіздің жаңағы деніңіздің сау болуына жұмыс жасайды екен. Мелатонин деген гормон бөлінеді. Терең ұйқыда да боласыз. Терең ұйқы болған кезде ол сіздің денсаулығыңыз жақсаруына өзінің ықпалын тигізеді. Тиісінше жасарасыз. Тура ұйықтайтынның алдында бешбармаққа толы ет жеу, ол қате шешім екен. Ертерек бешбармақ жемейміз, жеңіз, бірақ 5-6 уақытында жеп тастаңыз болды. Одан кейін ал жартылай болса да аш қарынға ұйықтасаңыз, онда бүкіл организміңіз жаңағы ас қорытуға емес, бүкіл деніңізді сауықтыруға жұмыс жасайды. Бұл да бір өте керек дүние екен. Жақсы ұйықтасаңыз, арықтайсыз. Денсаулығыңыз да жақсы болады. Таңертеңгісін ерте тұрсаңыз, жаңағы таңның берекесін, ырыс-несібеңізді, өзіңіздің өмірдегі еншіңізді алуға қарай ұмтыласыз. Дұрыс тамақтану, дұрыс ұйықтау, дұрыс қозғалыс. Статистика тыңдап қалдым да, 99% қазақ дейді өз өмірінің жасына жетпей қайтыс болады дейді ғой. Осының бәрінің кесір біз салт дәстүрдің дұрыс тамақтанбаудың, осы дұрыс тамақтанудың да бір сұхбатын жүргізуіміз керек. Бұйырса, әлде достар, алда сұхбаттар көп болады. Бұл өзіммен күрестің ең алғашқы сұхбаты. Сұрақтар көп, әр қайсы тұлғамен таңдап сұхбат жасауға болады. Сұрақтар көп, бізге лек-лек жауап келетін сұхбаттар өте көп. Таудан алған энергия, таудан түйген ойлар, әр күнгі идеялар, оның барлығын сіздерге инсайт қылып жеткізуге болады. Бұл бізге айтылған дүниелердің барлығын егер түсінген адамға сатып алуға келмейтін үлкен-үлкен құндылықтар айтылды, достар. Осы әрбір біз айтқан бір инсайттың өзін бір тақырып қылып, курс қылып сатып жүрген қаншама азаматтарымыз бар. Достар, бізде барлық осындай инсайттар тегін, ортамызға әрдайым есік ашық, өздеріңізді тұлғалық дамытам десеңіздер, салауатты өмір салтын ұстап, осындай жақсы орта таппай жүрсеңіздер, өзімен күреске сіздерге әрдайым есігіміз ашық, шақырамыз. Ұйқы демекші жақсы өмір ерте ұйықтаудан басталады деп бір челленджі бастаған болатынмын. Дүниедегі ең қиын нәрсе ол ерте тұру емес. Ерте тұру әркімнің қолынан келеді. Бірақ ең қиын нәрсе тұрақты ерте ұйықтау. Кеште мынау мелатонин гормон бөлінгенде адамда страшно керемет энергия пайда болады, достар. Сол энергия кезінде көп адамдар алданып қалады. Кальянға жүр десе алданып қалады. Торт жейік десе жарайды, давай. Шай ішейік десе жарайды. Әңгіме айтайық десе жарайды. Барлығына келісім беріп қояды. Ал сол кезде сол рахатыңыздан бас тартып, көрпені жамылып, светті өшіріп ұйықтап қалсаңыз, сіз нағыз өзіңмен күресуші болар едіңіз. Енді біздің таудағы осы жиған энергиямызды, көп арамызда кәсіпкер азаматтар бар, бизнесмен азаматтар бар. Энергияны бәлкім біреулер кәсіпке дұрыс салып жүр. Біреулер күшті энергия жинап алады да, барып кішкене жұмыс істеп, торт жеп, болмаса әңгіме айтып, құртып жіберуі мүмкін да. Ол жиған энергия қайда кетеді? Сондықтан сол энергия жидық, жарайды. Азаматтар біздің сұхбатымызды көрді, тауға шықты, арамызға қосылды. Ал ары қарай даму үшін сол энергиясын кәсібіне, жұмысына қалай пайдаланған дұрыс? Таңертеңнен біз сізге қараймыз, таңертең тауда сұхбат жүргізіп жатасыз, жұмыста жүресіз, кеште тағы жұмыс, түнде уақытылы ұйықтайсыз. Күндіз тек қана жұмыс. Сол энергияны басқа нәрсеге құртпай, тек жұмысқа қалай салуға болады? Кейде біз алданып қалып жатамыз бір нәрселерге, болмайтын нәрселерге. Енді адамның өмірінде былай нәрсе бар да, бір өмірін қызықты қылып өткізгісі келеді да. Қызықты қайдан іздейді жалпы адамдар? Көбінесе мына жастар. Мынау түнге қарай жүру, әлгі отыру, бір жерде жаңағы топталып алып, бір-біріне әзіл айтып, қалжықтап, қылжаңдап, жаңа бір-бірін тиісіп, түнмен жүріп, осы әсіресе мен көп кісілерге дұрыс емес нәрсе деп білемін да, мынау подкаблучник, мынау деген, олар нағыз бар ғой, отбасын бұзатын, немесе ортаны бұзатын адамдар да. Сондай адамдарға жоламаңдаршы деймін да.
Адам өз ойы бар, өз отбасы бар, семьясы бар. Адам уақытысына жатса, уақытысына тұратын болса, ода міндетті түрде энергия болады. Өмірдің өзі қызықты қайдан табады? Қызықты адам өз бойынан табады да. Өзінің энергиясы толық болатын болса, ол адам қызықты басқа жақта іздемейді деймін. Энергиясы жоқ адам ғана басқа жерде қызық іздейді. Сондықтан энергиямызды толтырып жүрейік, и өмірдің өзі қызық қой. бәрекелді. бір ғана ой қоса салайыншы, бір ғана ой қалып қалмасын. Мынау мен де өзім экономист болғаннан кейін еңбек өнімділігі деген терминге қатты мән беремін. Ол экономикада өте маңызды және әрбір азаматтың өміріне де қатысты. Еңбегіңіз өнімді болу керек. Еңбегіңіз өнімді болса, сіз сөзсіз жетістікке жететін азаматсыз, табысты болатын азаматсыз. Еңбегіңіз өнімсіз болса, онда кері кеттіңіз. Ал еңбегіңіз өнімді болу үшін сіздің бойыңызда энергия тасып тұру керек, қуат тасып тұру керек. Сол энергия, сол рух осы таудан келіп жатыр, осы суға түскеннен келіп жатыр. Осындай сұлулықты, таудағы кереметті көрген кезде бойыңызда энергия, қуат тасиды. Тиісінше сіз барасыз да қаладағы бүкіл жұмыс шаруалардың бәрін қопарып тастайсыз. Сол энергияның барлығын біз осы жерден алып жүрміз. Еңбегіңіз өнімді болсын десеңіз, онда тауға келіңіз. Және де бір қоса кететін дүние, суық суға түскен кезде анау кортизол дейтін гормон өшеді ғой, бәрі жоқ болады. Ашушаңдық, стресс, депрессия, тағы бірдеңе болып жүрсе, бәрін нөл қылады. Кәдімгі сабырлы, өте сондай шыдамды, төзімді адам болып шығасыз. Осындай салмақты мінез қалыптастырғыңыз келсе, онда келіп суға түсіңіз. Қазіргі уақытта көп азаматтар, бізде кәсіпкер азаматтар, Жандарбек ағамыз өткенде айтып жатыр, осы суға түскеннен кейін бір күні дейді жұмысшыларыма, дәл осы сәтте мен айқайлаушы едім дейді. Бірақ айқайламай тұрмын дейді. Не екен оның сыры десем, суға түсіп алады екен ғой таңертеңгісін. Сөйтіп ашуымды нөл қылып тастасам, қалай ашуланбаймын дейді. Ал ашу деген ол адамды сәтсіздікке алып келеді. Сондықтан да ашуға берілмей, мықты, төзімді, сабырлы боламын десеңіз, келіп суға түсіңіз. Ол бір, одан кейін тағы бір үлкен біздің өмірімізге ашқан бір жаңалығымыз, отбасымыздағы бір әйелімізбен, осы жұбайымызбен қарым-қатынасымыз жаңа бір деңгейге шықты. Оның бір себебі әрине осы суық суға түсу. Әйеліміз ашуланып, қатты бір кейде жағдайлар болған кезде ұрысып кетпейсің де. Сабырлы, салмақты, қабылдап, әйеліңіз сосын бәрін ойын бәрін айтқаннан кейін, ішін бәрі босағаннан кейін, болды, өзінің қалпына келеді. Жеңілдеп қалдым ғой дейді. Содан кейін барып сөйлейсіз. Жаным ау, сен аман болшы, осы қандай бірге қанша өмірді бірге қиындықты көріп келе жатырмыз десеңіз, бітті ғой. Бітті. Махаббаттың екінші деңгейі басталады. Сондықтан да осы қарым-қатынасқа да қатты әсері болып жатқанын осы жерде атап өткім келеді. Бәрекелді, әйел демекші, отбасылық қарым-қатынас туралы Мақсат мырза Оны да бір сұхбат жасайық. Сұрақ емес. Бұған да арнайы бұйырса сұхбат болады. Белгілі отбасылық эксперт Ахан Мергенбай мырза да жақында бұйырса тауға шығуға ниеттеніп жатыр. Бұйырса ол кісімен де бірге отырып, сол кісінің сабақ алған шәкірттер ретінде біз бірге отырып тағы да сұхбат жасар жатамыз. Сіздерге қызық болса әрине комментарийға жаза кетіңіздер. Өзіңді жең, өзіңмен күрес дегіміз келеді. Осы YouTube алдындағы отырған көрермендер бірге тұлға болып дамиық, қатарға келіңіздер. Егер осы сұхбат сізге әсер етіп, сізге бір басқаша ой сыйлап жатса, жақсы ой сыйлап жатса, біз үшін ол нұр үстіне нұр. Сіздерге уақыт бөлгендеріңізге көп-көп рахмет, және бүгінгі сұхбатқа бірден бір себепкер болған Қанеке өзіңізге. 365 жеңіс құтты болсын. Жеңісіңіз құтты болсын. Аттарыңыздан жүре берейік. Керегеңіз ілулі тұрсын. Біз негізі ұрпағымызға сөзбен емес, осы іспен үлгі болсақ деген арманда сол жолда келе жатқан адамдармыз. Ал сол ісіңіздің бір үлгісі ретінде үйіңізде ілулі тұратын алтын медаліңіз. Ұрпағыңызда бұйырса, сізден бір бала әкеге жете туады, бір бала кете туады, бір бала өте туады дейді. Сол өте туған ұрпақтарымыз көп болсын. Тоқтамаңыздар. Енді алдағы бізде және де адам биік шыңға шыққан сайын, мынау жердің тегіс биік жерін толықтай көретіні сияқты өзіміздің де таяз жерлеріміз әлі көп, достар. Біз онымен жұмыс жасаудамыз. Біз физикалық жағынан күшті болғанымызбен әлі де біздің рухани сіздерге толық жеткізе алмай жатқан, айта алмай жатқан, әттең-ай деп тұрған жерлеріңіз болса, бұйырса алдағы уақыттарда жеткізерміз. Өйткені біз кітап деген нәрсеге енді бұйырса 2026-да кітап жылы деп Руслан мырза жақсы бір челлендж бастады. Жақында оқы деген өзіммен күрестің ішінен өзіміз бір топ аштық. Кітап оқып бастап жатырмыз. Бұйырса
енді алдағы уақытта осы ол кітап туралы да жайында- сөйлесеміз. ол туралы да сөйлесеміз достар. Мүмкін біреу түнде көріп отыр, біреу таңертең көріп отыр. Түнде көрсеңіз дәл қазір өшіп ұйықтаңыз, таңертең көрсеңіз давайте ертеңнен бастаңыз, ал күндіз көріп отырсаңыз күніңіз сәтті өтсін. Өзіңді жең, өзіңмен күрес. Ал Ай, бәрекелді. Амандықта, ассалаумағалейкум.